Қиым сөйтсем, оказывается, дәл қазір соның алдында ғана ұйықтардың алдында бір қызбен сөйлескен, и там такая переписка была, что они там и спали, как он что с ней делал, все подробно в красках было написано. Бір-біріне жазған хат жолдамалары, біраз уақыттан бері сол қызбен араласып жүргенін мен көрдім, көзім жетіп. Еш нәрсеге зауқым жоқ, өмірге деген мен өмірім бітті деп ойладым, короче. Все, я уже никому не нужна, с ребенком он ушел. Деп сонымен 2 аптадан кейін, короче, ол маған сообщение жазады, сонымен мен білмеймін, бәрібір де жібере алмадым. Сонымен келген кезде он мне сказал, мен сені қаңғыртып жіберемін. Я заберу дом, я заберу ребенка, ты станешь проституткой. Деген сияқты сөздер айтты. В общем, ауыр сөздер айтты. Ну, в итоге что? Он забрал квартиру. Но у меня не было отца. И мен кішкентай кезінде мамам жұмыс жасады басында, я. Содан кейін мен ауылда тұрдым, ана жақта тұрдым, кішігірім уақыт, бірнеше жыл солай анда-мында тұрып қалдым да сол кезде. Ну, енді ауылда қалай ұрады, ана ұрады, мына ұрады деген сияқты сондай ситуациялар болды енді басыма. Не знаю.